Бәріне сәлем оқушылар, қалайсыңдар? Бүгін сендермен Excel кітабының 84-ші бетіндегі People who help us, яғни бізге көмектесетін адамдар деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге 6-7 деп жазып кет, немесе рахмет деп жаз, иә. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырманы айтпас бұрын, мына check these words-ті тексеріп алайық. Аудармасын айтайын. Police force, полиция күші. Constable, полиция қызметкері. Rank, шен. Supervision, бақылау. Sergeant, сержант. Inspector, инспектор. Patrol, патрульдеу. Base, база. Helmet, дулыға. Яғни шлем. Енді бірінші тапсырмаға келдік. Бірінші тапсырмада сендерге айтады. Мына жерде берілген definition, яғни сипаттамаларды көріп тұрсыңдар ғой. Осы сипаттамаларды мына жердегі суреттермен сәйкестендірулерің қажет. Бастадық. Report parking offenses controls the traffic, яғни жол қауіпсіздігін контролировать ететін, бағдаршамды контролировать ететін, ол әрине бізде B болады, traffic warden. Екі, help people cross the busy road. Адамдарға жолды өтуге көмектеседі. Ол бізде lollipop lady, сондықтан 2 болады. Үште, stop crime, protect people. Қылмысты тоқтатады, адамдарға көмектеседі. Ол бізде 1, яғни police officer болады. Take people hospital to give first aid, яғни адамдарды ауруханаға алып кетеді, чтобы дать яғни бірінші көмекті көрсету үшін, немесе бірінші алғашқы көмек көрсететін адам, ол әрине бізде paramedic. Ал put out fires, rescue people, яғни өртті сөндіреді, адамды құтқарады, ол әрине бізде 3, ол firefighter, өрт сөндіруші. Енді сендерге мына жерде бір тапсырма берілген. Make sentence, use your own ideas as well. Яғни осы мамандықтарға қатысты сен sentence, сөйлем құрауың қажет, олар не істейтіндігі туралы. Мен оны да жазып бердім. Бастаймыз. Police officers stop crime and protect people. Полиция офицерлері қылмысты тоқтатады және де адамдарды қорғайды. Lollipop ladies help to people cross the busy roads and teach more safety. Яғни lollipop lady'лар, олар бізде адамдарға жол өтуге көмектеседі және де жол ережесін қауіпсіз түрде кесуді үйретеді. Firefighter put out fires and rescue people. Яғни өрт сөндірушілер өртті сөндіреді және де адамдарды құтқарады. Paramedics take people to hospital and give first aid. Яғни парамедиктер, олар яғни фельдшерлер ғой, балалар, олар адамдарды ауруханаға апарады және де алғашқы көмекті көрсетеді. Traffic wardens report parking offenses and control traffic. Яғни ол бізді жол ережесін сақтаушы адам, жол ережесін сақтауды өткізуді көмектеседі және control the traffic. Бағдаршам болмай қалған кезде осы кісі тұрады. Атын есіме түсіре алмай жатырмын, ұмытып тұрмын, ұмытып қалдым. Арға екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада сендерге read the title of the text, think of 2 questions you about right police service in the UK. Яғни UK-дағы полиция қызметкерлері туралы берілген текст екен. Мен оған аудармасын айтып берейін бірден. Бастадық. Ұлыбритания біріккен корольдігіне бір ғана полиция патшалығы жоқ. Оның орнына ел бойынша 48 түрлі полиция күші бар. Әр полиция күшінің басында констабл немесе Лондондағы комиссар тұрады. Полицияда әртүрлі шендер бар. Констаблдар, сержанттар мен инспекторлардың бақылауымен жалпы полиция жұмысын атқарады. Көшелер де патрульдейді, қоңырауларға жауап береді және де тағы басқа. Полиция бөлімшесі олардың базасы. Полиция қызметіне ерлер және әйелдер 18 жастан бастап қабылданады. Әрбір жаңа полиция қызметкері 2 жыл колледж курсынан және де жұмыс орнында тәжірибеден өтеді. Полиция констаблдары форма киеді. Олар қара форма, көк форма, қорғаныш жилетін және дулыға киеді. Ал қылмысты тергейтін детективтер жай киім киеді дейді. Енді үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада саған айтады. Read the text in pairs, ask and answer the question. Яғни сұрақ қой және сұраққа жауап бер дейді. Who is the head of the police? Who is the head of the police force in the UK? Кім басшы полиция күшінің UK-дағы дейді. Ол әрине chief constable, Who does general police work? Кім бізде басты полицияның жұмысы? Police constable болады.
Ары қарай 4-ші тапсырмаға келдік. 4-ші тапсырмада саған айтады, collect information about the police force in your country. Think about organization, head of force, structure base and duties uniform. Яғни саған айтады, өзіңнің информация жина, өзіңнің Қазақстандағы полиция күштері туралы, олардың қандай организация, құрылымы қандай дейді, олар не істейді және олардың униформасы қандай дейді. Бастадық. Organization бізде National Police of Kazakhstan. Structure ол detectives, traffic police және patrol police. Ары қарай duties ол protect people, stop crime, control traffic. Uniform, dark blue uniform, badge and cap. Яғни балалар, организация ол бізде ұлттық полиция күштері, оларда бізде детективтер, жаңағы жол көлік инспекторлары және патрульді полициялар, соның барлығы бізде кіреді, және де ол адамдарды қорғайды, жаңағы қылмысты тоқтатады, жолды жаңағы бағдаршамды реттейді, контролировать етеді, және де олардың формалары қою көк түсті, мынау жаңағы официальный формалар бар, өзінің арнайы шапкасымен, яғни кепкасымен дейміз бе, бас киіммен дейміз бе. Жалпы балалар, сабақ ұнаса каналға тіркел, лайк бас және комментарийге 6-7 деп жазып кет. Goodbye.